Сәлем достар, әлемдегі ең қорқынышты және өте қауіпті аквапарктер туралы айтатын боламыз. Саған аквапаркте қыдырып аттракциондарға мінген ұнай ма? Онда видеоның соңына дейін қарап, экранның алдына жайланып жайғасып алыңдар. Достар, сіздер мынандай аттракционға мінер ме едіңіз? Мама, қандай қорқынышты, иә? Мен мінбес едім. Әлем бойынша бұндай аттракциондардан қаншама адамдар жарақат алып, аяқ-қолдары жұлынып, көз жұмғандар да кездеседі екен. Қараңыз, мына бір адам аттракционнан ұшып кетті. Мұндай жағдайлар жиі кездеседі екен, бірақ сонда да бұл аквапарк жұмысын тоқтатпай, әрі қарай жұмыс жасап тұр. Сулы горкада тұрып қалу немесе қысылып қалу өте көп кездесетін жағдай. Міне соның біреуі мінекей. Горканың ішінде тұрып қысылып қалғаны былай тұрсын, горкаларында сынып кеткен жағдайлар өте көп кездеседі. Қазір көптеген аквапарктерде жасанды толқын бар. Сол толқынмен барлығы түсіп шомылып көргісі келеді. Мұндай бассейндер өте жаман және өте қауіпті болып келеді. Сіз осындай толқынды бассейнге түсіп көргесіз бе? Қараңызшы, мынандай адамдардың ішінде өзіңіз астында немесе тұншығып қалсаңыз не болады? Ужас, мына адамдар бір-біріне жабысып қалай шомылып жатыр. Мына жерде отырып, менің жүрегім қысылып, ауа жетпей кетті ғой. Қараңызшы мына толқынды. Осы толқыннан күнде бір адам зардап шегіп, жарақат алып отырған екен. Достар, бассейнге барғанда абай болыңыздар.